Қазір мүмкіндіктердің заманы ғой. Шексіз мүмкіндіктердің заманы. Біз бір әдемі ғасырда, бір әдемі заманда өмір сүріп жүрген бір өте бақытты адамдармыз. Ең алғаш қызығушылық менің әпшем 6 сыныптың жазында туған күніме фотоаппарат сыйлады. Ол кезде пленкамен істейтін фотоаппараттар болатын. Сол фотоаппаратпен басында суретке түсіріп жүрдім. Өзім ауылда туып өстім, әлі күнге дейін ауылда тұрамын. Ауылдың тыныс тіршілігі, өмір сүру салты, ауылдың проблемалары маған жақсы таныс болды да. Сосын біз ойланып, осы өзіміздің өңір жайында Түркістан тіршілігі деген жоба жаздық. Өзіңнің қалауың мықты болу керек деп ойлаймын. Ол ауыл немесе қала деп бөлмей, ол кез келген жерде барып, ол жұмыс істеп, айналаңды өзгертіп, адамдарды өзгертіп жатса, ол күшті.